күнкөріс мәселесі қалай болып жатыр сіздерде? Туалетте түскен ақшаны неғып жатырық, жаратып жатырық та, 1000 теңге аламыз, содан нан аламыз. Туалетте істейсіз, Иә. Осы бір бөлмеде тұрасыз, жатасыз, шай ішесіз, тамақ ішесіз. Иә. Әйелдің 40 жаны бар дейді, бірақ енді мынандай мәселеге көп әйелдер шыдай алмайды. Түрлі ажырасып кетеді, мен ғой отырып, 3 балам әкесі қалмасын, жетім болмасын. Бұлар ұйықтағанда жылап аласың болды. Енді балдарым да жетім болмасын, солар үшін жазып жатыр. Осылар аш қалмасын, ана жерде барады, мама ана жерде не әперші, қалпыш әперші. Қамыр жоқ әпересің. Қарыз қаласыз. Қарыз қаласың, ертең айлық қыстап қалады. Біз қиналсақ та, балдарым қиналмаса болды. Арманың бар ма жаным? Арманым інім мен сіңілім үйі болса деп қалаймын. Інім мен сіңілің үйі болса деп қалаймын. Өзіңе ше? Мен оларға қарап отырамын. Жаным, жаным. Қыз деген бұл жанашыр ғой жаным сол. Ал саған